Я просто случайно зашла, смотрю в 3 часа. Ну, думаю, выйти, не выйти. Смотрю, слушаю по-казахски, понимаю немножко, потому что я раньше в Казахстане жила. Да, Думаю, ладно, вот, послушаю. отлично. А где жили в Казахстане, в каком городе? Я в Туркестане родилась, там, оттуда я. А, Туркестан. все понятно, все понятно. Я думаю, просто ладно, послушаю, что уловлю, то уловлю. Ну, слушаю, вроде бы понимаю немножко. Я тоже еще не начала, мы только в Ташкенте начнем обучаться. Я тоже вообще стесняюсь, у меня тоже есть такой блок, да, стесняюсь, за позор считала. Но теперь другое мнение. Юлдус, я вас прекрасно понимаю насчет этого стеснения. Кстати, я, кажется, с вами лично мы знакомы, потому что не на одном уже мероприятии мы с вами уже виделись, на нескольких даже. И Да, да, я буду рад, то, что вы до конца сегодня поприсутствуете, и немаловажно для себя вы услышите. ну да. Так, және де басқа да партнерларымыз бар ма? Бізде қосылатын камералар, өкінішке орай ешкімді камераларын көріп тұрған жоқпын. Бәріміз камераларымызды өшіріп қойғанбыз. Тек қана тыңдаушы ретінде отырмыз. Бізге активный қатысу қажет. Потому что ертең өнем, өсем дейтін партнерлар болғыңыз келсе, қосып ұялмаймын мен осы сұхбаттаста бірге болсаңыздар. Бөлісетіндер бар ма, партнерлар? Жұмыста болғаннан кейін видеоны да звукты да өшіріп тастадық қой. Жұмыста болып отырғаннан кейін ба? Иә. Негізі қай уақытта сіздерге ыңғайлы осы біздің обученияларымызды өткізсек? Кешке ма, жұмыстан кейін? Мхм. Так, партнерларымыз өкінішке орай бәрі қосыла алмай тұр, микрофондарды қоса алмай тұр. Енді жалғастыра кететін болсақ, не үшін бұл маңызды, қазір не үшін сіздерден сұрап жатырмын. Қандай кедергілер сіздерде болып тұр, не үшін осы әлеуметтік желісінде жұмыс жасамай жатсыздар дегендей, бұл біздің қалай жұмыс жасау жолын біз білмегеннен кейін, қалай осы бизнесті осы Инстаграм арқылы мен басқа адамдарға айту жолын білмегеннен соң, біз жолдарын білмегеннен кейін біз өзімізде дұрыс жасай алмаймыз бизнесті, дұрыс па? Қандай бір әрбір қай жерге келгеніңіздермен сіздерге бірде бір жолды көрсетеді ғой. Мына жаңадан жұмыс орынға тіркелген кезде, сіздер келген кезде сіздерге бәрін көрсетеді ғой. Мына зданияның ішіне кірген кезде, мына бухгалтердің кабинеті, мынау, например, бизнес тренердің кабинеті, мына жақта бастықтың кабинеті, мына жақта уборный, мына жақта кухня деп осындай біреу осы маған жолды көрсететін болса, мен осы әлеуметтік желісін тартып кетемін дегендей ойларыңыз бар шығар. Я бүгінгі как раз біздің бүгінгі ең алғашқы кездесуіміз осыған арналған. И әлеуметтік желілердің мағынасын айта кеткім келіп тұр. Әлі де бастамаған партнерларға бизнесті әлеуметтік желінде көтерем, оның қажет емес, мен қазір жасым келді, жұмыс жасағым келмей тұр деп еніп отырған партнерларға айтқым келіп кеткені, то что қараңыздар. Мысалы ретінде сіздерге мынандай бір сұрақ. Сіздер өз таныс білістеріңмен қанша кездесу осы бизнес желісінде қаншама адамға айтып бере аласыздар? Мысалы ретінде, бір ай уақыттың ішінде қанша таныс туыс біліске осы бизнес желісінде или және біздің продукция желісінде қаншама адамға сіздер айтып бере аласыздар? Максимально уақытты алғанда бір күнде 10 адаммен кездесіп деп мысалы ретінде айтатын болсақ, қараңыздар, мысал ретінде сіздер толық азан кеш осы бизнеспен айналысып, азаннан бастап кешке дейін бір 10 адаммен кездесіп, осы бизнес желісінде және де компанияның продукция желісінде бәрін айтып беру үшін уақыт кетіп қалады. 10 сағат есептейік. 10 сағатымыз кетті. Бір күнде 10 партнерға, сонымен бізде уже демалыс уақытысы қалады, тамақ ішіп ұйықтауымызға. Енді бір айға есептейтін болсақ, бір айда біз қанша адамды осымен охват жасай аламыз? Охват жасай алатынымыз 300 адам максимум. 300 адам, қараңыздаршы, сіз одан артық қаншама адам қабылдай аласыз ба 300-ден? Качественный, біздің жаңадан келген партнер болам, өсем деген рекрутировать ету үшін. Өкінішке орай 300-ден уже аса алмаймыз. Біз қараңыздаршы, біз максимально есептедік. 1 сағат уақыттан бөлетін болсақ, күнде 10 адам қабылдайтын болсақ. Енді ойлаңыздар, ол еще 300 адамды тауып, 300 адаммен кездесу жасау керек.
Сонымен ол 300 адамның ішінен артымыздан 20-сы келе ма, 10-ы келе ма, біз уже білмей отырмыз. Әлеуметтік желінің кереметтігі, қараңыздар, сіздер рилс саласыздар, видео саласыздар, тикток арқылы жұмыс жасаймыз, инстаграм арқылы, телеграм арқылы. Сол жаққа видео салғанның өзінде қараңыздаршы, сіздің видеоңыз 1-2 күннің ішінде уже 300-400 просмотр алып тұр. Сол бағанағы бір сағаттан күнде 10 адамға уақытыңызды кетіріп, бір ай жұмыс жасайтын 300 адамыңызда әлеуметтік желісімен біз 1-2 күннің ішінде охват жасай аламыз. Ал енді ойлай беріңіздер, осылай күнделікті бір видеодан салып отыратын болсаңыз, әлеуметтік желісінен арқылы сіздің инстаграмыңыздың или тикток парақшаңыздың 4-5 мың адам кіріп көрді деп айтайық. Бір айдың ішінде. Енді өздеріңіз ойлай беріңіздер осы жерде. Бір айдың ішінде сіз әлеуметтік желісіз 4-5 адаммен консультация жасай аласыз ба? Өкінішке орай жоқ. Әлеуметтік желімен сол 4-5 мыңды охват жасап, сол 4-5 мың ішінен, давайте біз сіздермен мысалы ретінде ең жаман күн болды дегенде 100 адам қызықсыншы, 100 адамы. Сол 100 адамы қызығатын болса, біз өзіміздің бизнесімізді көтеру бастаймыз. Және де біздің товар оборотымызды өсіру жайысында, Осы үшін осы біздің әлеуметтік желілер өте маңызды қазір бизнес процесстерде. Байқап отырсаңыздар, қазір бәрі кім болмасын, осы әлеуметтік желісімен жұмыс жасайды. Енді келесі біздің слайдқа көшетін болсақ, осы келесі слайдта біз сіздермен біздің әлеуметтік желіміздегі профиль, фото, описание, ссылка жайлысында сұхбаттасақ кетейік. Уже біз как раз сіздермен бағанағы әлеуметтік желісінен қандай жолдармен біз өзіміздің бизнес жайлысында жаңадан партнерларға дұрыс жеткізу және де өзіміздің парақшамызға назар аударуын бүгін сіздермен толығырақ біле кетсек. Ең алғашқы бұл бізде қандай бір адамның профиліне кірген кезде ол профиль өзімізге, миымызға сақталып, қызықтыратын профиль болу керек, Өкінішке орай, байқап отырғанымдай, мен қаншама уже біздің партнерларымыздың әлеуметтік желісінде инстаграм парақшаларын көріп отырмын. Шын айтайын, мүлдем қызық емес инста парақшалар болып тұр. Не үшін? Мен ол инста парақшаға кіретін болсам, қазір сіздің көз алдыңызда ол инста парақшаға кіретін болсам, көрген кезде ешқандай да ақпарат жоқ. Даже партнердің суреті де жоқ бұл өзінің инстаграм парақшасында. Қандай бір обучениеға барып келсіз, например, бағана кешегі Давлатовты барып келді, сонымен видеоға түсіреді да, Давлатовтың видеосын инстаграм парақшасына салып қояды. Ештеңке жазбайды астында, қай жерде болдым, не жасадым, не болып жатыр бүгін. Просто Давлатовтың видеосын салып қойған. Ол кімге қызықты, қалай ойлайсыз? Ондай видео ешкімге қызықты емес. Ол мағынасы жоқ видеолар, мағынасы жоқ суреттер. Мүмкін сіз қазір компанияның партнерларымен, компанияның жұмыскерлерімен суретке түсіп, суреттеріңізді инста парақшаңызға салып қоясыз, астында ештеңе толтырмайсыз, қай жерде түстіңіз, кіммен түскендеріңізді, сонымен ешкім білмейді, не сурет екен деп, уже адамдар не ойлайды, бұл өзінің фотоальбомын шығарып бір жерлерде қыдырып жүргенді салып жүрген. А сіздер ойлайсыздар, мен инста парақшамды жүргізіп жатырмын ғой, қазір не үшін маған ешкім жазбай жатыр деген ойда жүресіздер. Конечно, ешкім жазбайды, потому что сіздер ешкімге бұны жариялап жатқан жоқсыздар. Сол үшін ең басында мен инстаграм парақшаға кіргенде бізде көзге түсетін, бізде бұл профиль деп аталады. Профиль дегеніміз не екен инста парақшада? Қандай бір кісіні көріп қалатын болсаңыз, суретімен басатын болсақ, біз оның парақшасына кіре бастаймыз. Парақшасына кіріп қалсақ, көріп тұрсыздар, сіздердің қазір көз алдыңызда слайд тұр. Сол слайдта бізде қараңыздар, толық профиль жазылып тұр. Суреттен бастап, описание, ссылкаларға дейін. Енді сіздер қазір бүгінгі қатысушылар, әрбіріңіз бүгіннен бастап, мен де ойлаймын, сіздердің өз инста парақшаларыңызды өзгертіп, уже маман ретінде жүргізесіздер деп ойлаймын. Ең алғашқы неден бастасақ болады? Біз өз суретімізден бастасақ. Өз суретіміз дегендей, біздің инста парақшамызда обязательно өзіміздің суретіміз болу керек. Не үшін? Қандай бір жаңадан кірген адам бізді өзімізді, дидарымызды көріп, бет-бе-бет танып тұру керек. Кімнің парақшасына кірдім, не парақша екен, не жайлысында парақша ақпаратты обязательно біз өзіміздің описаниямызға жазуымыз керек. Қазір слайдтарда көріп тұрсыздар ғой, әріптестер.
біздің описаниялар. Мысал ретінде қазір бізде екі профиль көрсетіп тұр. Бұл біріншісі бұл диджитал агентство. Именно осындай Instagram, SMM жүргізу көмектесетін профиль. И және де келесі бұл профиль здорового питания. Мысал ретінде осы профильде описанияда бізде 150 символдан артық еш символ қоя алмаймыз. 150 символ дегеніміз бұл 150 әріп және де қандай бір смайликтер. Не үшін қажет осы біздің описание максимально? Қараңыздар, любой Instagram, сіздер Google-ға кіреміз ғой, бірдеңке ақпарат іздеу үшін біз Google-ға кіреміз. Google-ға сонымен қандай бір ақпарат қызық болып жатса, сол Google-ға жазамыз, әлде YouTube-ға жазамыз. Инстаграмның да өзінің поиск деген бар. Сол Инстаграмға кіріп, адамдар қандай бір сөзді поискқа жазатын болса, сол поискке қарап, Инстаграм осындай біздің профильдерімізді, біздің аккаунттарымызды шығара кетеді. Егер сіз өз профиліңізді дұрыс толтырып, эксперт Бальзама Короткова, расскажу тебе все о БАДах, расскажу тебе про похудение и там помогу избавиться от болячек деп осындай толтыратын болса, қандай бір кісі Инстаграмға кіріп, осындай сөз арқылы іздейтін болса, сіздің аккаунтыңызды біздің Инстаграм шығарып береді. Міне осы жерде осындай маман бар, осымен көр парақшасын дегендей. Ең маңыздысы бізде осы суретпен біздің профилімізді қалай толтырғаны. Байқап отырсаңыздар, профилінің толтыруының екі түрі бар. Маркетинговый деген қазір көріп тұрғаныңыздай толық ақпарат парақшада сіз қандай қызмет көрсете алатыныңызды. Бат эксперт маман болып келем, Бальзам Короткованың баттарын білем, жақсы сіздерге сол жайсына консультация жасай аламын деп. Өз номер телефоныңызды қалдырып кетсеңіздер, кімнің өз парақшасында телефон номері жазылған? Бар ма бізде, партнерлар? Өз телефон номері. Инстаграмда жазылған бізде. Бар, иә, Менікі. жазылып тұр. Обязательно енді қараңыздар, еще жазылып қойғанмен сіздер мынандай ссылка жасасаңыздар болады. Көріп жатсыздар ма? Астында бізде осындай көккөмбек ссылка болып тұр. Ол ссылкаға басатын болса, басқа да уже сайттарға жібереді. Осы жерге сіз ссылка ретінде өзіңіздің WhatsApp чатыңызды қалдырып кетсеңіз болады. Мысал ретінде адам қандай бір партнер сіздің Инстаграм парақшаңызды ашып қызықта, сонымен сол ссылкаға басатын болса, автоматически сізге WhatsAppқа уже сообщение жазып тұрғандай болады. Сонымен сіз оны ары қарай алып кете аласыздар. Так, енді профиль, фото, описание, ссылка деген жағынан сіздерге түсінікті ма, әріптестер? Не үшін маңызды екен, не үшін керек екен бұл? Түсінікті. Иә, түсінікті. Керемет. Келесі. Келесі бұл бізде контекст деп осындай слайдымыз көз алдыңызда көрініп тұр. Контекст дегеніміз не екен? Өз инста парақшамызда не жарияласақ болады, не көрсетіп, адамды қызықтырсақ болады дегендей. Және де орысша айтқанда бізде уникальное торговое предложение деген болады. Уникальное торговое предложение, сіз өзіңіз қандай да бір предложение басқалардан қарағанда сіздің өзіңіздің уникальный предложениеңіз бар. Не сіз бере аласыз? Сіздің парақшаңызға кірген адамға сіз қандай пайда бере аласыз? Қараңыздаршы, қазір әлемнің өмірдің өзіміз бәріміз осындай болып кеткен. Әрбір адамға не қызық, пайда қызық. Любой жерге мен келем, адам өз пайдасын іздейді. Мен қаншама жұмыс жасадым, банкта жұмыс жасадым, бадовый компанияда да жұмыс жасағам, сату саласында да жұмыс жасағам. Адамда ең қызықшылығы тек қана пайдасында. Осы жерде қараңыздар, ол сіздің инста парақшаңызға кіргеннен кейін, осы сіздің рилстарыңызды, видеоларыңызды көру үшін, қызықтыру үшін, бұяқта сіз ол не білу керек, ең алғашқы өзіне не алу керек? Пайда. Қандай мен пайда аламын? Енді, мысал ретінде көрейік. Мен сіздердің инста парақшаңызға кіргеннен кейін, жай ғана суреттер және де қандай бір жерге барып, обученияларыңызды, тауда барып суретке түсіп келген суреттеріңізді қойып қойғансыз, и просто жай ғана Бальзам Короткова жазып қойғансыздар. Маған өкінішке орай бұл мүлдем қызық емес. Ешқандай пайда жоқ. Сізбен бірге тауға барам ба, әлде обучение Давлатовқа барам ба, не ол, қандай обучение, менің ештеңке мүлдем ақпарат жоқ бұл парақшада. Маған бұл парақша мүлдем қызық болмайды. Мен бұл парақшада 1 минуттен артық өз уақытымда
таратпайды. Не үшін? Уақыт ең маңызды әлемде бізде уақыт болып тұр. Сол үшін сіздер инста парақшаңызды жүргізіп жатқан кезде сіздер ең алғашқы өздеріңізге мақсат қоюыңыз керек. Осы инста парақшамда мен қалай жүргізем? Мүмкін эксперт ретінде. Эксперт ретінде дегенде, қалай эксперт ретінде жүргізсем болады? Давай мен өз инста парақшамда эксперт Бальзамов Короткова деп осылай жүргізем. Аха, значит, мен не жасауым керек? Тогда мен эксперт болатын болсам, осы әрбір бальзам туралы мен өз парақшама видео жазайын. Осы біздің витаминдерімізбен, дәрумендерімізбен осылай видеоларын түсіндіріп, не үшін неге қажет екен, қандай маған пайда алып келеді, қандай басқаларға да пайда беретінді, мен осылай видео жазып, өзім инста парақшама салып қояйын деп, өйстіп видеолар түсіре бастасаңыздар болады, иә? Және де қандай бір жерге обученияға, қандай бір жерге квалификацияңызды көтеруге, қандай бір жаңа ақпарат тыңдаған болсаңыздар да, онда өз әлеуметтік желіңізге жариялауыңыз керектір. Не үшін? Сіздер барып бүгін Давлатовтың обучениясында болсыз. Я, сіздер жазсаңыздар болды видео. Мен осында керемет там обучение был, у меня бизнес, тренинг и тому подобное. Или тот же самый Коротков, біздің основательдің келіп конференциясында осы баттар жайлысында ақпаратты тыңдап кеттіңіздер, иә? Сол жайлысында да тоже видеоға суретке түсіп жарияласаңыздар болады. Осы компанияның основателінің аузынан мен осы ақпаратты тыңдап сіздерге ұсынып тұрғаным деп айтсаңыздар болады. Неге, не үшін ол қажет? Жаңадан келген адамдар кіріп сізді уже қандай бір маман экспертті біліп отырады. Аха, Бальзам Короткова, қай жерде мен естіген Бальзам Короткова желісінде, значит, давай мен тыңдап көрейінші, не бұл кісі өз парақшасында не желісінде жариялап жатыр деп. Тыңдап көріп, өзіме қызықты ақпарат таба алатын болсам, маған бұл қызық болып сіздермен уже сұхбатқа және де сізбен әлеуметтік желісімен хабарласып, бұл желісінде толық ақпарат білгім келіп келеді. Осы жерде өте маңызды. Контекст. Енді әріптестер, қазір сіздерге түсінікті ғой, иә? Контекст деген неміз, ол не, өз парақшамызда не жайысында қандай ақпарат жариялауымыз керек үшін түсінікті, иә? Да. Иә, түсінікті. Керемет. Иә, түсіндік. Үйге барып қайттан өзгертетін болдық қой. Қайттан өзгертесіздер, қайттан мен сіздермен бірге болам, және де біз сіздермен бір бөлек телеграм чат ашамыз. Сол телеграм чатқа мен сіздерге инстаграм жайлысында көбірек ақпарат және де видеолар, монтаж қалай жасау керек видеоларын жіберіп берем. Және де қызықты ақпараттарды сол телеграм парақшасында мен бөлісіп тұрамын. Тиктокта да қалай жүргізеді, қалай не алатынды солай үйретсеңіздер болар еді. Так, бұл бізде кім? Айнакүл, TikTok жайысында. Мен ғой. Айнакүл, қараңыз, TikTok пен Instagramның жүргізу бір түрі. Көріп қой, қазір сіз TikTokта да бізде өзіміздің парақшамыз бар. Сол парақшаға сіздер видео салып отырсаңыздар болады. Дәл осылай. Салып отырамыз, салып отырамыз. Қалай? Салып отырамыз деймін сол нені, бальзам туралы. Бальзам туралы. Керемет. Салып отырып, және де мен сіздерге келесі слайдқа көшетін болса, салып отырып, уже қалай біз өз командамызға адамдарды тартып, және де әлеуметтік желісі арқылы өзіміздің командамызға адамдарды шақыру жолын көрсете кетемін. Қараңыздар, көз алдыңыздарда бізде пирамида деп аталады, кешіресіздер, воронка. Воронка продаж деп аталады. Воронка продаж ол қалай өзімізге біз өз товарымызды, өзімізді маман ретінде басқа адамдарға қызықтыру үшін осындай воронка арналған, осындай воронка инструмент деген бар. Бұл бізде уже біздің бизнеске именно қатысты деп айтсақ та болады. Және де бұны ағылшыншасы аббревиатурасы AIDA деп аталады. Бұл инструмент AIDA болып келеді, и орысшасы айтқанда бізде бұл воронка продаж. Енді бұл не үшін қажет? Сіздің инста парақшаңызға, TikTok парақшаңызға жаңадан кірген адам сіздердің видеоңызды көріп, қызығып, және де сізге уже жеке байланысқа шығу үшін қажетті осындай воронка бар.
Енді бұл воронка желісінде жұмыс жасайтын болсақ, ең жоғарысында сіздер көріп тұрсыздар, мынандай біздің прямоугольниктің ішінде знакомство деп айтып тұр. Знакомство деген әрбір адам, қандай бір сіздердің парақшаңызға, менің парақшама кіретін болса, бізбен танысу керек. Кіргенмен, жай картинкалар, суретті көргенмен біз одан ешқандай ақпарат ала алмаймыз. Сол үшін сіздерде обязательно өзіңіздің инста парақшаңызда осындай қандай бір видео өз жайлыңызбен таныстырып, сіз немен айналысып жүргеніңіздерді, бат тұсын жүрсіздер ма, бальзам короткого ұсын жүрсіздер ма, әлде бизнес ұсын жүрсіздер ма, осыған қатысты осындай воронка бар. Мысалы ретінде, давайте мен сіздерден сұрағым келіп тұр. Осы воронка желісінде мен сіздерге қазір қалай жасап берейін, мысалы, товар жағынан жасап берейін ба, мысалы, қалай қызықтыру, әлде бизнес желісінде қалай қызықтыруын айтып берейін ба? Бизнес жағы. Бизнес жағы қалай мен өз командама адамдарды көбірек қостырсам дегенде, иә? Аха. Бизнес деп жазып та. Қараңыздар, енді бизнесте болатын болса, мен қандай бір парақшаға кірдім, сол парақшаға кірген кезде мен обязательно не көргім келіп тұр? Бұл знакомство. Знакомство деген значит, мен обязательно менің өз парақшамда, өз жайымда таныстырып, және де өз жайымда ақпарат болып тұру керек. Бағана кіргенде біздің шапка профиліміз бағана толтыратын жерде біз сразу жазуымыз керек. Бизнесмен, занимаюсь бизнесом бальзамов короткого, у командамда осынша адам бар, мен осынша пайда тауып жүрем. Келесі видео. Өзім туралы таныстырып, айтып беру. Например, мысал ретінде. Бәріне сәлем, менің есімім Мұхиддин. Мен осы бальзам короткого бизнесінде 2 жылдан бастап келіп жұмыс жасап жүрмін. Менің астымда 25 адамнан құрылған командам бар. Уже 3-ші айдан бастап менің командама келген адамдар 30 мың, 50 мың доходқа шығып келе жатыр. Жарты жылдан кейін уже толық бір айлығын бір айлық табысына жетіп келе жатыр. Осы бизнес арқылы сонымен уже 1 жылдан кейін менің командамда жүрген адамдар өз жұмысынан бас тартып, тек қана осы бизнеспен жұмыс жасап жүр. Сізге де қызық па дегендей осындай бір видеолар жасауымыз керек. Значит, енді ең алғашқы біздің видеомыз қандай болу керек? Өзім туралы таныстыру. Ол видеода өзім туралы мен таныстырдым ба? Мен өз туралым таныстырдым. Менің есімім Мұхиддин деп. Заинтересовать. Екінші қадам бұл заинтересовать. Қалай мен адамды қызықтыра аламын? Бизнес жағынан қызықтырым келіп тұрма, значит, дополнительный доход. Дополнительный доход беру үшін мен как раз осы бағана өз таныстырымда мен сіздерге айта кеттім, иә? То, что мен осы бизнес арқылы жұмыс жасап жатырмын, және де менің командама келген адамдар деп айтып жатырмын. Көрдіңіз ба? Уже мен өз тарапымнан тартып жатқан, менің командама келсең, мен саған 3 айдан кейін 30-40 мыңға доходқа шығуға, жарты жылдан кейін уже 1 айлықтың доходын ала алатындай қызықтырып пайдасын адамға айтып беріп жатыр. Дәл осылай сіздерде де осындай видео болу керек. Не обязательно полностью мен сияқты копировать етіп, менің қазір айтып жатқан креативно жасасаңыздар болады. Қазір чат интеллект, искусственный интеллект бар. Сол жаққа кіріп сценарий жазып бер десеңіздер, қазақша, орысша, өзбекше, қырғызша, қандай бір тілде жазып бер десеңіздер де сондай бір тілде сіздерге осындай қызықты ақпарат сценарий жазып бере алады. Келесі бұл потребность. Ол адамға қажеттілігі. Адамға не қажет? Ақша қажет. Дұрыс па? Бәрімізге бізге ақша қажет. Бұяқта біз ақша темасын көтердік па? Ақша темасын көтердік. Біз оған айттық, то, что қандай бір уақыттан кейін уже жұмысымызды тастап, үйде жатып, осы бизнес арқылы мен ақша тауып отырмын. И соңғы қадам, қандай қадам болу керек? Білесіздер ма, әріптестер? Бұл жерде осындай айтуымыз керек. Бағана айтқандай. Бәріне сәлем, мен Мұхиддин, есімім, жасым 31-де. Осындай жағдай, сценарий жазып жатқан кезде всегда бір проблеманы да қосуымыз керек, обязательно. Осыдан бір ковид кезінде мен жұмысымнан айырылып қалғам. Сол жұмысымнан айырылып қалған кезде өзіме қандай бір табыссыз қалып кеттім, өте қиын жағдайға түсіп қалдым. Үйіме продукты ештеңке ала алмай қалған жағдайым болып қалды. Сол жағдайда Құдайға шүкір маған осы компания бальзама короткого ұшырап қалды. Осы жайлысында мен ақпарат алып, қазір бүгін жұмыс жасап жатырмын. Осы компания арқылы мен қандай бір табыстарға жеттім,
команда құрдым. Осы менің артымнан 55 адам бар. 55 адамның арқасынан мен қазір 1,2 миллион табыс тауып отырмын. Менің уровенім осындай. Менің командамда системаға маған келген жаңадан партнерлар 3 айдан кейін 50 мың доходқа шығып тұр. 3 ай өткеннен соң 6 айдан кейін уже 150 мың, 200 мың жалақысына келіп тұр. Сонымен уже жұмысыңызды қойып кетіп, бізбен бастап бизнес жасап, үйде жатып, біз ақшаны тауып кетсек болады. Сіздерге қызық па? Сіздерге қызық болса, мен сіздерді жеке кездесуге шақырамын. Менің инста парақшама жазсаң, мен сізбен жекеге шығып, бұл жайында толығырақ сұхбаттасамыз. Көрдіңіз ба, уже ең соңында любой видеода бізде не болу керек? Әрбір қандай да бір продажа болу керек. Бұл продажа это как раз біз өзімізбен жеке кездесуге продажа шығарып тұрмыз. Енді ойлаңыздар, мың бір видео салды, сол видеоны 1000 кісі көрді, сол 1000 кісінің 10 кісісі жазсыншы. 10 кісісі жазып, сол 5 кісінің сіз өз бизнеске тартып, 5 продукция единица сатасыз. Бір видео арқылы. Оны жеке кездесумен қанша уақыт кеттіресіз табуға? А қазір сіздер бір видеомен осылай жасайсыздар. И это называется пирамида. Кешіресіз, пирамида. Почему пирамида? Воронка продаж. Почему воронка продаж? Қараңыздар, біз ұзақтан бастап келдік. Сонымен все сужали круг. И самый последний бізде точка бұл приглашение, біздің кездесуге приглашение. Енді келесі мысал ретінде біз әлеуметтік желісінде өз компаниямыз желісінде біздің бальзам Короткова желісінде осы өзіміздің бальзамдарымызды сатқымыз келіп тұр. Ол үшін біз қалай жасақ болады екен? Обязательно осы бағана воронка продаж желісімен біз жұмыс жасауымыз керек. Ең алғашқы қадам бұл біздің знакомство. Знакомство өз желімізді айтып кетсек болады. Менің есімім Мұхидин. Жасым 31-де осы бальзам Короткова мен компаниясымен жұмыс жасап келатқаныма 4 жылдан бері болып келатыр. Осы 4 жылдан бері болып келатқанымен осы мен бальзам Короткованың продукциясын, 44 продукциясын от и до білем. Байқап отырғаныңыздай, қазіргі таңда біздің Қазақстан көбін қорғамыз ғой, отыр. Рак аурусы деп, содан өліп кетем ба деп. Жоқ. Қазіргі біздің Қазақстанда бірінші ауру өлім бойынша бұл жүрек аурулары. Сердечно-сосудистые заболеваниялар. Сіздер қаншалықты білесіз? Өзіңдеріңізден қарасаңыздар, сіздің әрбір екінші, үшінші жаныңызда үлкен кісілердің давлениесімен жүрек аурулар проблемалары. Сол проблемаларды шешу үшін как раз біздің компания тарапынан осындай бір омега-3 деген біз сіздерге витамин ұсынудамыз. Және де сіздер бұл жайысында толығырақ ақпарат білгіңіз келсе, маған желіме осы инста парақшама жазылыңыздар. Или же әлде мен четверг күні сағат кешкі 8-де Zoom арқылы осындай вебинар өткізем. Бұл тегін вебинар. Қатысыңыздар, толығырақ көбірек біз компания жайысында ақпарат айтып кетем. Көрдіңіздер ме, қалай ыңғайлы және де өз туралымыз сатсақ болады. Бұяқта уже біз товар жағынан кіре кеттік. Товар жағынан кіре кеткенде бізде бұяқта знакомствоны айттық. Қазір витаминдар желісін айтып кеткенде мен өзімен таныстырдым. Қалай ойлайсыздар, мен адамды қызықтыра алдым ба? Қазір сіздер тыңдадыңыздар ғой менің бизнес приглашениемді. Иә. Қалай қызықтырдым? Осы қай жерде мен адам қызықтыру болып келді. Ақша бизнесте бар дедіңіз, и товарды да предлагать еттіңіз ғой бұл жерде. Бизнес бөлек. Бизнесті шетке алып тұрайық, қазір товар жағынан келдік. Товарға келдік, мен қалай қызықтырдым товарға? Денсаулықты да бұл жерден алып кете аласыз деп, денсаулықты да кіргіздіңіз. Кіргіздім, но мен бір проблеманы қойдым ғой. Қандай проблеманы көтердім? Сол инста парақшама кіріп, зуммен түсіндіремін деген жер қатты ұнады да маған. Бесплатный сабақ тоже елдерді қызықтырады. Жүрек аурулары ше, қызық болмады ма сіздерге? Иә, сол бір теманы. Қандай бір теманы қозғадым, қараңыздар. Ең тема жүрек аурулары. Біздің әрбір екінші, үшінші танысымызда негізі жүрек аурулары бар ғой. Қызықты тема ма, қалай ойлайсыздар? Иә, қызық. Мен қазір сіздер мені танымасаңыздар, мен сіздерге осындай ақпаратпен келгенде, мен сізге кешке тегін осындай бір консультация жасасам десеп, қызықтыра алатын мен. Иә, қызықтыра алады.
Вот, енді ойлай беріңіздер, сіздер де өйстіп жұмыс жасай аласыздар. Так, енді менімен активно жұмыс жасап жатқан партнерлар бар екен, өзінің микрофонды қосып қойған. Так, Айнакүл, сіз бізбенсіз ғой, иә? Иә. 2 минут уақытыңызды бөле аласыз ба? Осы қазір мен үйреткендей, сіз қайталап беріңізші. Мысал ретінде, давайте сіз бізге бизнес шақырту жайлысында осылай айтып кетсеңіз. Міне көз алдыңызда көрініп тұр ғой слайдтар, иә? Иә. Слайдтар көрініп тұр. Знакомство, заинтересовать, қызықтырушылық, потребность, қажеттілікті анықтау, и 4-ші, біз обязательно қандай бір сату жасауымыз керек. Осы 4 қадаммен жұмыс жасап, біз сіз мені бизнеске қызықтыруыңыз керек. Мен жаңадан келдім. Айнакүл, сәлем. Мен естіген бойынша сіз бизнес бальзам короткода жұмыс жасайсыз ғой, иә? Иә, мен Ергешева Айнакүл, Астана қаласы. Менің наставнигім Фарида Каженна, Баймулдина. Істеп жатқаныма 2 жылдың көлемі болды. Менің бұл қазір статус директорымын. Бұл бизнеске келген себебім мен денсаулық бойынша келген біріншісінде. Содан бизнес жасап кеттім. Нормально бола ма? Бірінші рет болғаннан кейін. Иә, бірінші рет болғаннан кейін уайымдамаңыз, оқасы жоқ. Егер кері байланыс қаласаңыз, мен сізге кері байланыс бере аламын. Айнакүл, қазір қараңыз, сіз бизнеске шақырып жатсыз. Біз ешқандай конференцияда емеспіз. Біз бұяқта өзімізді қандай уровенде, қандай дәрежеде, біздің спонсорымыз кім екен, жаңадан адамға қызық емес. Мен жаңадан келіп отырмын ғой. Маған қызық сіздің бизнесіңіз, қалай ақша тауып отқаныңыз. Сол үшін тек қана өз жайыңызды айтыңыз. Қалай осы табысқа келгеніңізді. Адамды біз не істеуіміз керек, қызықтыруымыз керек. И оның қажеттілігін анықтауымыз керек. Қажеттілігін анықтау үшін, то, что сізде де мен сияқты қалайсыз ба? Осылай табыс жетісіне, табыс көзіне жетуіне дегендей сұрақ қойсақ, ол кісі иә деп айтатын болса, біз оған не істесек болады? Жеке кездесуге шақырсақ болады. Керемет, бірінші ретке неплохо, но біз сіздермен әлі тренировка жасаймыз, бұның бәрін идеально андайға жеткіземіз, иә? Рахмет. Видео түсіргім келіп отыр, менің өзімде тура сіздің айтқаныңыздай, өзім знакомство болып, бір айттыңыз ғой қазір, бір жүректің несі сіздерге қызық па деп. Енді рахмет, Алла разы болсын. Уайымдамаңыздар, сіздерде үй тапсырма болады, ол үй тапсырмамен мен сіздермен жұмыс жасаймын, қалай біз осы сату жайлысында. Мен осы компанияға осы үшін келдім, сіздерді осы жоғары деңгейге көтеру үшін. Так, давайте, партнеры, кім желающийлер бар ма, және де осы менімен бірге осылай қайтып тренировка жасауға. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Енді, кім бар желающийлар? Давайте мен. Так, Зарина, да? Да. Отлично, Зарина, давайте сізбен таңдайық. Бизнес жайлысында айтамыз ба, продукция жайлысында айтамыз ба? Алло, естіп тұр ма? Да, Зарина, вы, наверное, мен еспей қалған шығарсыз, бизнес жайлысында айтамыз ба, продукция жайлысында айтамыз ба? Неге адамды қызықтырамыз? Бизнес и арт жағында продукция қосайық. Жоқ, біз бір жолын таңдауымыз керек. Қараңыз, бізге жаңа адам келді, жаңа адамды біз қараңыз. Біз бизнеспен қызықтыруымыз керек, либо же продукциямен. Продукциямен қызықтыратын болсақ, біз продукцияны сатып беруіміз керек. Бизнес қызықтыратын болсақ, біз бизнеске шақыруымыз керек. Бизнес. Вот, отлично, бизнес. Тогда сізге тапсырма түсінікті ма, иә? Иә, түсінікті. Знакомство, заинтересованность, потребность, продажи. Осы 4 қадаммен біз осындай бір приглашение жасауымыз керек, дұрыс па? Да. Бұл бізде воронка продаж деп аталады. Бастаймыз, кеттік. Ал сәлематсыздар ма? Мен Дарханбаева Заринамын. Мен бұл бизнес саласында жүргеніме 2 жылдай болды. Мен осы бизнесті таңдаған себебім қазір барлық адамдарға ақша керек. Бұл жерден мен
Қандай жетістіктерге жеттім? Мен осы 2 жылдың ішінде жақсы жетістіктерге жеттім. Айына 500 мың, 600 мың доходқа шығып, астындағы командаларды да доходқа шығара алдым. Егер де сіздерге осы жайлы, табыс жайлы қызықтырса, маған хабарға шықсаңыздар болады. Ой, рахмет, керемет Зарина. Болмады ма? Я, кішкене уайымыңыз бар деп ойлаймын. Бұның ешқандай оқасы жоқ. Наоборот, мен сізге рахмет айтқым келіп отыр. Что сіз қорықпай, мен шығамын деп өзіңізді жариялап шыққанға. Енді бұяқта да бар, қараңыз, бұяқта маған не жетпеді. Кері байланыс болып шығу. Попробовать надо. Үйрену керекпіз. Я, үйрену керекпіз. Не мы, циркте аюларды велосипедте үйретеді ғой, айна жүруге. Так что біз де адамбыз, үйреніп кетеміз бәріне. Оның ештеңкесі жоқ. Кішкене уақыт керек. Біз осы уақытпен үйреніп аламыз. Енді қараңыз, маған бұл жерде кері байланыс бойынша, так, стоп. Так, мен емес, әріптестер, серіктестер қалай бағала бересіздер? Кері байланыс беретіндер бар ма? Әріптестер, сізді қызықтырды ма осы приглашение Зарина тарабынан, Зарина ханым тарабынан? Иә, қызықтырды ғой. Несімен қызықтырды? Енді бізде қазір бірінші рет кіргеннен кейін бәрімізде қорқыныш, страх бар ғой бәрібір. Аха. Содан прямой эфирлерге де онша қатты шыға алмаймыз. Не туралы да біз өзімізді қысыламыз ба, қорқамыз ба? Бізде бір Ұяламыз ғой, ұяламыз. ұяла береміз ғой. Ұяламыз. Біреумен құда болайын деп жатқанда ұяла береміз ғой әйтеуір. Так что бұл бизнес шыны керек ұялу бизнес емес. Ұялуға болмайды екен. Енді бастаймыз ғой. Бұл бизнесте қанша көп ұялатын болсаңыздар, сонша көп сіздер өз уақытыңызды жоғалтасыз. Давайте мен сіздерге бір андай берейін. Қалай айтса болады. Лайфхак дейді ғой, қазір жаңада жастардың сөздері. Лайфхак деген ол это какой-то инструмент, подсказка деп айтсақ та болады. Или фишка деп айтсақ. Қараңыздар, осындай сценарийлар жазып отқан кезде, өзі туралы таныстыру кезде всегда сценарий болу керек. Сценарий дегеніміз не? Сіздер бәріңіз кино, сериал көресіздер ма? Түрк сериал көргендер бар ма? Иә. Сіздің өз жайыңызды, хикаяңыз сериал сияқты болу керек. Почему? Байқасаңыздар, кино көріп отқан кезде байқаңыздар, мұқият байқаңыздар. Басы бәрі жақсы, керемет, любовь, семья, бәрі жақсы, қызық, бәрі зор болып келе жатыр. Бұдан жаман не болуы мүмкін дейді, сонымен араға біреу қосылады. Это проблема, да? Біреу проблема болып қалады, басқа біреудің ананы сүйіп қалады, келіншегі басқа біреуін сүйіп қалады, сонымен сериалда осындай хаос проблема басталады. Сонымен сериалдың бәрі қандай жолмен жүреді, сол проблеманың шешу жолын іздеу барысы, бұл біздің сериалымыздың аяғына дейін сол проблеманы шешу барысы болып келеді. И аяғында не болады? Сериал қалай бітеді? Бәрі жақсы бітеді ғой, злодеи побеждены, герои торжествуют дегендей, дәл осылай сіздердің өз проблемаларыңызды, өз знакомствоңызды жазуыңыз керек. Қалай таныстырсақ болады? Мен, қараңыздар, первое, жазуыңыздар, осын өте маңызды, осы сценарий жазып отқан кезде, ертеңгі күні адамдармен сіздер танысып отқан кезде, сіздің историяңыз вау эффект беру керек, ол адам қызығу керек. Сол үшін осы сценарий бойынша біз жазуымыз керек. Сценарийның ең бірінші қадамы бұл өз жайыңызда ақпарат айту. Жили-были, все было у меня хорошо. Мен осы жұмыс осыдан бері мен ешқашан ақша жайысына уайымдамаппын. Жұмыс жасап жүре бердім. Қазір қарап жүрсем, соңғы кездері ақшам ештеңкеге жетпей қалды. Байқап отырсаңыздар, ақшамыздың құны кетіп қалды, Бәріміз кредитке басын төгіліп, кредитке төгілгенмен де
менің айығына табатын жалақым 300 мың теңге вроде жақсы жаман ақша емес, но сол табысым мен кредит төлеуімнен аз болып қалды. Кредит айына 350 мың қоюым керек, а менің табысым 300 мың. Сонымен өз басымды ұстадым да ойбай, қалай сол проблеманы мен шешем енді. Қалай шешсем болады екен? Не істеймін? Жұмыстан шығып кетейін ба, басқа жалақысы көп төлейтін жұмыс іздеймін ба? Бұл жұмыстан шығып кетсем, проблемам шешілмейді ғой, кредитім қалып тұр, оны төлеп тұру керек. Аяқтан қарыз қалып, мынаяқтан қарыз қалып, сұмырай болып жүре берем ба? Мен сонымен өзіме не істедім? Басқа табыс, жұмыстан бөлек табыс жолдарын іздей бастадым. Жұмыстан бөлек табыстарын іздей бастағаннан кейін осы Бальзам Короткова желісінде маған бір ақпарат айтып қалды. Осы жерде өз спонсорыңызды айтсаңыздар болады. Осындай кісі деп. Осы кісі арқылы маған үйретіп берді қалай табысқа шығуға. Басында сенген жоқпын мен. Басында ойлайтын сетевой маркетинг, ойбай, қиын ғой, қалай келем, кімге ұсынам деп. Сонымен өз сондай қорқыныш сезіммен келдім. Но рахмет менің ұстазыма осы бизнеске шығарғанына. Ол осы сомненияларымның бәрін, сомнение в прочь деп, тура жолдарын көрсетіп берді. Ең алғашқы табысыма 3-ші айдан бастап 50 мың, 100 мың табысыма шықтым. Ал уже жарты жыл, бір жылдан кейін мені қарап отқаныңыздай, мен уже 500 мың, 600 мың жалақысына шығып тұрмын. Маған уже жұмыстың да қажеті жоқ. Үйде жатып, сол 500-600 мыңды тауып, кредиттерімді құтылып, үйімде немерелеріммен, балдарыммен шай ішіп отырмын, өмірдің ләззатын сезініп. Көрдіңіздер ма, бұяқта кино сияқты сценарий. Менде бәрі басында жақсы болды. Все было хорошо. Жили-были дегендей орысша. И екінші қадам, сценарий жазып атқандарыңызда, жазып алыңыздар. Екінші қадам бұл проблема. Өміріңізде қандай бір проблема? Сол проблеманың үшіншісі қадам. Сол проблеманы қалай шештіңіздер? Осы историяның ішінде сол проблеманы қалай шешкендеріңізді айтуыңыз керек. Үшінші қадам. Решение проблемы. Мен де өзім жазып отырмын сіздермен бірге. Төртінші қадам, ең соңғы қадам, бұл конец. Конец қандай болу керек? Кинода сіздер қандай конец қалайсыздар? Красиво, жақсы. Все красиво, все, чтобы хорошо было. И у вас также такой же должен быть Керемет конец. болғанын қалаймыз ғой. Енді мысал ретінде қараңыздар, мен қазір айтып жатқанымды полностью қайталаудың қажеті жоқ. Сіздің әрбіріңіздің өздеріңіздің жеке историяларыңыз бар ғой. Не үшін бұл бизнесқа келгендеріңіздің әрбіріңіздің өзіңіздің жеке тарихыңыз, жеке хикаяңыз бар. Сол хикаяны сенімді адамға жеткізіп беруіңіз керек. Осы біздің бірінші хикаямыз. Бізде әріптестер үй тапсырмасы ретінде әрбіріңіз осындай бір видео жазып бересіздер маған. Тапсырма түсінікті ғой, қандай бізде видео жазуымыз керек екенді. Видео қанша уақыт болу керек? О, керемет, рахмет, то что очень важный вопрос. 1 минут уақытысына біз уместиться должны в 1 минуту. Не үшін? Сіздің историяңыз ұзақ болатын болса, адам не істейді? Шаршап кетеді. Сол үшін 1 минут уақыттан аспау керек. Элеватор питчи деген естігенсіздер ме? Бір осындай керемет андай как раз уақыт деление болды ғой, сол осындай керемет элеватор питчи дегенді айтып кеттім келіп тұр. Осыдан алдын баяғыда стартап деп айтылады. Ол стартап деген ол жас бизнесмендер, ақшасы жоқ, идеясы бар бизнесмендер, сол басқа уже миллионерлерден ақша сұрау үшін олар осындай презентациялар жасайтын. Сондай презентация жасау үшін олар бизнес-центрдің алдына барып, сол бизнесмендермен лифтке отырып, ана бизнесмен өзінің этажына жетіп келем дегенше 1 минут уақыттың ішінде өзінің бизнес проект жайлысында айтып, содан ақша үнемдеу жолы. Элеватор питчи деп аталатын. Дәл осылай бүгінден бастап, бүгін сіздер менде 17 адам қатысып тұр. Өкінішке орай бәрі басынан қатысқан жоқ. Осы 17 адамның бәріміз біз 1 минуттық видео, өз туралымыз танысу. И как раз мынау сіздерге
қандай сценариймен, сценарийні қалай жазылатынын айтып бердім. И обязательно болса воронка продажбен біз жазуымыз керек, иә? Түсінікті болып тұр ғой, әріптестер? Я түсінікті. Серіктестер, Иә, кешіресіздер. түсінікті. Так. Енді біз аяғына жетіп қалдық. Аяғына жетіп қалғанмен біз өзіміздің 1 сағат уақытымызға да үлгеріп қалдық. 2 минут уақытымыз қалып тұр. Сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, мен күтіп отырмын. Осы сұрақтарыңызға жауап берсем. Сіз будущем сосын таргет дегендерді үйретесіз ба? Как? Таргет. Таргет. Ага. Жоқ, таргет менің облысымда емес. А, Мен будущем, мен сіздерге одан да керемет тренингтер өткізем. Мен Қазақстан бойынша әрбір қалаларға келіп кетем компанияның атынан. Біз сіздермен сату қадамдарын көрсетеміз, 5 сату қадамын, және де қалай біз өз қойған мақсаттарымызға қалай жету жолдарын мен сіздерге көрсетіп берем. Бизнесте қалай өсу керек екенді. Және де ертеңгі күні қалай сценада тұрып выступление жасау керек екенді мен сіздерге осындай тренингтерді үйретіп берем. И және де апта сайын біз сіздермен осылай Zoom арқылы кездесіп тұрамыз. отлично. Қазақша жүрілсе керемет болады. Иә, бізде бір апта қазақша, келесі апта орысша, бір апта қазақша, келесі апта орысша. Біз ендігі аптаға дайындаймыз ба? Видеоны? Үй тапсырмасын ба? Иә. Біз үй тапсырмасын мен сіздерге уақыт берем. Бір апта уақыт берем. Бір апта уақыттың ішінде сіздер сол Telegram каналға Ага. обязательно осы видеоны жазып беруіңіз керек, иә? Мен айтқан. Түсінікті ғой, иә? Қараңыздар, менде 18 адам қазір қатысушы болып тұр. Руфина, Людмила, Күлшайым, Жанат, Жанна, Жамбыл, Алматы, Жадыра, Айман Шакенова, Райхан, Камила, Айнаш, Гаухар, Күляш, Асылтас, Айнакүл, Юлдуз, Зарина. Ага. Қазір осы обучение біткеннен соң мен сіздерге Telegram ссылка жіберем. Тек қана өзіміз боламыз. Сол Telegram ссылка арқылы осы жерде мен видеоларды тыңдап, сіздерге кері байланыс беріп, сол видеоларыңызды біз бәріміз күшті деп оценка бергеннен кейін, обязательно инстапарақшаларға таластар, сол инстапарақшаңызға біз бәріміз кіріп, көріп, лайк, комментарий жазып, қолдап кетеміз. Хорошо, отлично. Мұхиддин, Да. любой қай жерде түсірсек те бола ма? Обязательно ол неде түсу керек па андай? Үйде отырып, бір жерде отырып, или... Давайте мысал ретінде былай айтайық. Басында ең алғашқы тренировка ретінде қай жерде ыңғайлы түсірсеңіз. Ертең инста парақшаға салу үшін бір әдемі артыңызда осындай бір фон ба, бір зеленый фон болуы мүмкін. Ақ фонның арқасында жазсаңыздар болады видеоны. Далада, сыртта жасауға болады. Далада, сыртта жасасаңыздар болады. Ең маңыздысы ана тамақ ішіп, сөйлеп дегендей осындай видеолар салмасаңыз. Адамға қызықтыратындай, өздеріңіздер қараңыздар, адамға қалай қызық болады екен, қандай картинка. Сіздерде қазір менің жасым келді, мен там жастар емеспін ғой, қалай жүргізем деп, жоқ, сіздерде уже надо ногу со временем идти деп аталады ғой, білесіздер ғой. Соған қарап, сіздерде өз визуальный картинка іздеңіздер. Например, сіздер өздеріңіз біліп тұрсыздар, сіздерді менің өз қатар адамдар көреді. Хорошо, өз қатар адамдар көрсе, оларға қандай фонда, қай жерде қызық болады деп осындай видеолар жасаңыздар болады. Так, кім бізде Менде бір сұрақ бар. Да, сұрай беріңіз. Енді жаңа мен кішкене нетіп алдым, пропустила. Қалай не қылу керек? Не туралы айту керек? Соны тағы бір қайталап айтып жіберсеңіз. Так, это бізде кім? Айнаш? Иә. Айнаш, сіз қазір бізде қашан қосылдыңыз? Мен не қосылдым да, просто арасында бір адамдар келгенде нетіп қалдым. Тыңдамай қалды, да? Керемет. Айнаш, қараңыз, біз бағана сіз моментті тыңдасыздар ма? Біз осындай өз туралымыз таныстырып жатқан кезде, когда мы знакомили, там, бизнес туралы или продукция туралы айтып беріп жатқан кезде. Вот мына слайд. Айнаш, микрофоныңыз өшік.
Mikrofon sizde өшіліп тұр. Telefonda mikrofonыңызды Аха, қосыңыз. мен жатырмын. Басында тыңдадым да сол моментті нетпей қалдым, тыңдамай қалдым. Я. Но бұнан көрдім, я. Знакомство, заинтересованность, потребность. Ага, продажа. Бұл воронка продаж деп аталады. Осы воронка продаж арқылы біз қазір өз жайлымызда бизнес или немесе продукцияға адамды қызықтыру үшін біз видео жазуымыз керек. Осы видеоның ішінде осы воронканың 4 қадамы болу керек. Өзімізбен таныстыру, адамды қызықтыру, қажеттілігін анықтау, и соңғы қадам бұл продажа. Продажа дегенде бұл өзіміздің товар болатын болса, товарға қызықтыру, бизнес болатын болса, ол жеке кездесуге шақыру. Сонда мен товар туралы айтатын болсам, мысалы, бізде енді 42 наименование бар, соның барлығын айтам ба? Или Жоқ. айтам ба? Қараңыз, сіз өзіңізді воронка продажа, давайте басынан түсіндіріп кетейін, бәріне қайталап кетейін. Бұл воронкамен жұмыс жасап жатқан кезде ең алғашқы өзіміз жайлысында таныстырып, келесі заинтересованность. Біз 44 товармен қызықтырып кете алмаймыз ғой. Ол үшін 44 товардың әрбірін айтып кетуіміз керек. Бұяқта біздің маңызды нұсқасы, то что біз 1 минуттан видео 1 минуттан аспау керек. 1 минуттың ішінде, значит, сіз не істейміз, біз қандай бір товар өзімізге таңдап аламыз. Мен мысалы ретінде омега-3-ні таңдадым. Енді өз жайында знакомство еткенде, қараңыз, осы 4 қадамды экранға қараңыз, и және де мен қазір айтып атқанда, осы 4 қадам жасалынды ма, тыңдап алыңыз. Саламатсыздар ма? Менің есімім Мұхиддин. Мен жасым 31-де. Осы Байзам Короткованы келген кезім 4 жылдан асып баратыр. Карантин кезінде қосылдым. Қазір ең алғашқы мен сіздерге көтергім келіп тұрған тақырыбы бұл жүрек аурулары жайлысында. Бізде Қазақстанда бәріміз көбіміз ойлаймыз, қорқамыз, басқа аурулар, там рак аурулары деп, соған рак болып қалмайық деп қорқып отырамыз. Но шыны керек, біздің әлем бойынша, біздің Центральная Азия жүрек ауруларынан қайтыс болғаны бірінші орында бізде осы Центральная Азия болып тұр. Не үшін? Бұл біздің менталитет, осы майлы тамақ, азанда не ішеміз? Сүт пен шай, масло, сонымен майлы тамақ, осының бәрі бізге вред алып келгеннен кейін, осы жүрек ауруларымызға біз қажет. Жүрек ауруларымызға үнемдейміз. Байқасаңыздар, әрбірі біздің жасы үлкен таныстарымыздың екінші, үшінші адамда давление немесе жүрек аурулары бар. Байқап отырсаңыздар. Сол үшін, как раз өзіме қазірден бастап, мен жастай бастап өзіме қарайын дедім. Ертеңгі күні қартайып, мен осындай проблемаға келмеген. Опять же, бұл біздің менталитет деп айтсақ та болады. Не үшін? Потому что біз пока проблема басымызға келмегенше шешімді алдын ала шешпейміз. Сол үшін мен алдын ала шешім қабылдадым, осы омега-3-ді мен өзіме ішемін деп. Енді бұл жайлысында мен толығырақ көп ақпарат айтқым келіп тұр, бірақ сіздің уақытыңызды көп алғым келіп тұрған жоқ. Сол үшін бүгін кешке мен сағат 9-да өз партнерларыма осындай бір вебинар жасаймын. Сол вебинарға қатыссаңыздар, көп ақпарат өздеріңізге тыңдап алыңыз. И маңызды ақпарат, вебинар тегін, ешқандай ақша қажет емес. Солай жазу керек. Это примерно. Семинарға обязательно шақыру, да? Шақырмаса да болады. Нет, қараңыз, сіз оны ешқандай шақырмай просто былай айтып кетсеңіз, қалай ойлайсыз? Ол сатып ала ма сіздің товарыңызды? Білмедім. Сатып алмайды ғой. Обязательно жекеге шақырып, оған жарты сағат, 1 сағат уақыт бөліп, бұл жайлысында көбірек айтып беру керек қой. Сіз бұған просто реклама, а тогда сіз оны айтпайтын болатын болсаңыз. Хорошо, ол тыңдады да, аха, деді да, все, мен тогда барамын да басқа бір жерден сатып аласың. Обязательно мы же должны продать. Вот, теперь домашнее задание. Егер офисқа кел деп шақырсам, мысалы. Вот, офис, Zoom, без разницы. Самое главное, бір жерге шақыру керек. Енді қараңыздар, бізде үй тапсырма, осы воронка продаж бойынша біз өзімізге бизнес приглашение немесе продуктовое приглашение жасауымыз керек. Одно из двух. Хорошо, түсінікті ме, Айнаш? Түсінікті, иә. Әріптестер, сұрақтар бар ма және де? Неге? Сұрақ жоқ, түсінікті. Сұрақтар жоқ болса,
Бәріңізге рахмет. Келіп уақыттарыңызды бөліп кеткендеріңізге. Құдай қаласа кездесеміз әлі сіздермен. Жекеде кездесеміз, офлайнда кездесеміз, онлайнда кездесеміз. Ал бүгін сіздердің көп уақытыңызды алмай, соңына келдік. Сау болыңыздар. Кездескенше. Рахмет сізге де. Мен сіздерге қазір ссылка жіберем. Сол ссылка арқылы обязательно бәріңіздер қосылыңыздар. Хорошо? Хорошо. Рахмет сізге де. Бәріңізге сау болыңыздар.